Құрметті жерлестер, қадірменді достар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын мемлекет құру жөніндегі тапсырмасын орындау аясында бүгін бізге Шығыс Қазақстан облысына арнайы жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрі Бейсенбекұлы Абзал келіп отыр. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысының өткен жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы жарлығымен Марқакөл ауданы құрылды. Қайырлы күн. Бүгін өзі Марқакөл ауданы тұрғындарымен өте қызықты кездесу өтті. Өздеріңізге белгілі, өткен жылдан бастап мемлекет басшысының тапсырмасымен үкімет өкілдерінің кездесудің жаңа форматта жүріп жатыр. Бұл халықпен байланысты, бұл формат бойынша өзіміз жүргізіліп жатқан реформаларды, жасап жатқан жұмыстарымызды халыққа хабардар етеміз, халыққа жеткіземіз. Сәйкесінше азаматтардың өзекті және өткір мәселелерін тыңдаймыз, олар бойынша жауап береміз. Мен жалпы санаймын, бүгінгі кездесу өте жемісті диалог болды деп есептеймін. Кездесу барысында азаматтар өздерін толғандыратын бірқатар мәселелер айтты. Әрине, бұл мәселелердің барлығы жергілікті атқарушы органдар қатарынан, республика қатарынан бірқатар жұмыстар істеу қажет екенін көрсетті. Біз енді осы проблемалық және ағымдағы көтеріліп жатқан мәселелердің бәрін өзімізге алдық. Бұл мәселелерді пысықтайтын боламыз, зерделейтін боламыз. Бірқатар маңызды мәселелердің бар екені ол сөзсіз. Енді мұнда қуантатыны жалпы халықтың осы өңірдің дамуына және де соңғы өзгерістерге деген қызығушылығы, мемлекет басшысының жаңа бағыттарын бәрін қолдап отыр. Осының барлығы өте жақсы мәселе. Барынша жұмыс істейтін боламыз. Бір күн әкімдік тарапынан да осы өңірді дамыту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтылды. Бұл инвестициялар тарту, жұмыс орнын ашу, сондай-ақ халықтың әлеуметтік мәселелерін шешу. Тағы да қайталап айтып өтеміз, біздің басты мақсатымыз осы халқымыздың әл-ауқатын көтеру және қазақстандықтардың табысын жоғарылату. Осы бағытта біздің басты мақсатымыз жұмыс істейтін боламыз. Салған 1987 общий квадрат құрасы. Енді 1846 метр біз сыбыс жол сатып алдық. 500 квадрат метр. 500 квадрат метр. Проект жасалған